Ассалям алейкум қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет тауық етінен бәліш дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей өте керемет болып шықты. Қамыры да жұп-жұмсақ. Үйде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Қамырға қажетті заттар: ұн, жылы айран, тұз, ұн қопсытқыш және де салқын сары май. Мен ұнды електен өткізіп алдым. Енді үстіне ұн қопсытқыш пен тұзды салып, салқын сары майымызды осылай ұнға сала отырып, үккіштен өткізіп алатын боламыз. Неге өткізіп алдым. Енді қолымызбен осылай масса жасаймыз. Үстіне жылы айранды құйып, өте жұмсақ етіп қамыр елеп аламыз. Мінекей қамыр осылай жұмсақ болуы керек. Енді пакетке немесе пеленкаға салып, мұздатқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Қамыр мұздатқышта тұрғанда салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына картоп, тауық еті, пияз, дәмдеуіш, паприка, тұз және де бұрыш. Ыдысқа картопты, пиязды және де тауық етін, мұнда дәмдеуіш, паприка, тұз, бұрышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді кішкене ғана сұйық май құйдым мен үстіне. Мінекей массамыз дайын болды. Мұздатқыштағы қамырды алып, теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды қатты қалың да емес, немесе жұқа да емес, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Мінекей қамырды жайып алдық. Енді 4 бұрышты болу үшін артық жерлерін кесіп шығамыз. Енді оқтауға орап алып, листке салып, үстіне дайын салмамызды саламыз. Енді қамырдың шетін кішкене ғана қалдырып, салмамызды тегіс етіп жайып шығамыз. Екінші қамырды да дәл солай жайып аламыз. Мінекей жайып алдық. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай пышақтың көмегімен
қамырды осылай кесіп шығамыз. Енді оқтауға орап алып, ақырын бәліштің бетін жауып аламыз. Қолыммен осылай қатты шетін басып, өріп шығатын боламын. Пісу барысында салманың суы шығып, құрғақ болып қалуы мүмкін. Сол үшін барынша қатты басыңыздар қолдарыңызбен. Жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүт құйдым. Жақсылап араластырып, бәліштің бетіне жағып шығамын. Мен алдын ала қызып тұрған пеште 40-45 минутта пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіздің пештеріңіздің температурасына байланысты уақытын қарайсыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.